Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Мен Мұнайлы ауданы Баянды ауылындағы нөмір 3 жалпы білім беру орта мектебінің кітапхана меңгерушісімін. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты сақтық шараларын қатаң сақтайық. Құрметті менің 100 кітап жобасына қатысатын оқырмандарым. Сендерге кітап KZ сілтемесін жібердім. Сол жерде сіздер іздеген ақын жазушылардың барлық шығармалары берілген. Кітап оқуды жалғастырайық. Біз үйдеміз. Біз біргеміз. Мен 4 сынып оқушысы Дарья Жансая, жетекшім Алайра тілектес. Мен сендерге ертексін берейін. Бұрын өткен заманда Апайтөс деген бір қауым өмір сүріп, олардың жандары рахатта, өте керемет өмір сүреді. Өздеріне тауларын шешімдерін кейін үкіге төрелік жүреді. Ол 8 ағасы бар екенін біледі де 8 ағасын іздеп табады. Өте керемет ертегі болды деп ойлаймын.